Оқушылар, бүгін біз сіздермен дүниетану сабағынан жергілікті жерді бағдарлау тақырыбымен танысамыз. Сабақтың мақсаты тұспағдар құралын қолдануды, тұспағдар құралы мен көкжиек бағыттарын анықтауды үйренесіз. Ең алдымен берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Көкжиек дегеніміз не? Тұспағдар дегеніміз не? Көкжиек тұстарын ата. Бағдарлау дегеніміз бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Тал түсте күнге арқаңды беріп тұрып тұр. Сенен түскен көлеңке солтүстік бағытты көрсетеді. Өкше жағың оңтүстікті, оң қолың шығысты, сол қолың батыс бағытты нұсқайды. Солтүстік С, оңтүстік О, батыс Б, шығыс Ш әрпімен белгіленеді. Бұлар көкжиектің негізгі тұстары. Солтүстік шығыс СШ, оңтүстік шығыс ОШ, оңтүстік батыс ОБ, солтүстік батыс СБ әрпімен белгіленеді. Бұлар көкжиектің аралық тұстары. Адамдар бағытын дұрыс таба білу үшін тұспағдарды қолданады. Тұспағдарды қолданудың тәртібі. Тұспағдарды пайдаланарда оны тегіс жерге қоямыз. Оның тежегішін ағытып, тілі тоқтағанша күтеміз. Көк тілі С әрпін, қызыл тілі О әрпін көрсеткенше қорабын бұзамыз. Енді бағытты оңай анықтауға болады. Жұмыс аяқтағанда тұспағдардың тежегішін қайта қосамыз. Оқушылар, бүгін сендер бағдарлаудың не екенін, көкжиектің негізгі тұстарын және көкжиектің аралық тұстары не екенін білдіңдер. Тұспағдардың қолданудың тәртібін білдіңдер. Бүгінгі сабақтың үй жұмысы жұмыс дәптермен жұмыс жасайсыздар. 60-61 бет. Сау болыңыздар.